Сәлем баршаңызға. Бүгін татымды әрі тәтті жұмсақ, ауызды тез еритін, жылдам дайын болатын шоколадный пряники дайындаймыз. Ендеше отбасы мүшелерін дәл осы пряникпен еркелетіңіз. Ең алдымен бір жұмыртқамызға қантымызды және ванилинді қосып 3-4 минут аралықта миксерлейміз. Массамыз аздап ағарған соң үстінен електен өткен ұнымызды және какаоны қопсытқышты қосып араластырамыз. Массамызды аздап біріктіріп алған соң, соңында бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, бір келкі қамыр илеп аламыз. Нәтижесінде сізде қолға жабыспайтын, сонымен қатар өте жұмсақ қамыр пайда болады. Дайын қамырды целлофанға орап, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып аламыз. Кейін қамырымыз аздап қатайған соң, тоңазытқыштан алып, қамырдың шет-шетінен бөліп, дөңгелек пішінді формасын жасаймыз. Әр пішінді 25 граммнан өлшеп, бірдей пішінді пряниктер шығарамыз. Пергамент төселген формаға арасын ашып қоямыз, яғни пеште пішіні ұлғайып, тез көтеріледі. Одан кейін әр қамырдың үстін аздап басып, шұңқыр етіп аламыз. Дайын болған пряниктерді қызып тұрған пеште 200 градуста 10-15 минут аралықта пісіреміз. Міне, пряниктерде дайын болды. Дайындалу жолы қарапайым, әрі дәмімен сондай ерекше. Пряниктерді аздап салқындатып, шұңқыр болған бетіне әрлеу үшін еріген шоколадты құйып аламыз. Ендеше дәл осы рецептпен қонақтарға немесе үйдегі жай күндердегі дастарханға арнап дайындаңыз. Ондай болса, рецепті сақтап алуды ұмытпаңыздар. Және лайк басып, төмендегі қоңыраушаны басып, бірден тіркеліп алыңыз. Ас болсын!